Сәлем достар, сұрақ жауап кеттік. Өте қызықты сұрақ. Әсіресе мына АСП алғысы келіп жүргендерге қатысты. Мен таңғалдыратын сұрақ десем де болады. АСП алу үшін алимент алмайды деген справка сұрап жатыр. Оны кімнен қалай аламын? ЕГОВта сонда ондай справка берілмейді деді. Мен таңғалам осы справканы сұрайтындарға. Сұрайтындар кімдер? Бұл мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін адамдар. АСП-ға құжатты қайда тапсырасыз? Ауылдық жерлерде акиматқа тапсырасыздар. Және осы акиматта отырғандар, егер сіз менің парақшама жазылған болсаңыздар, есте сақтаңыздар, мұндай справка жоқ, не существует. Онда сіз осы жоқ қағазды сұрап неге жүгіртіп қоясыз, адамдарды түсінбеймін. Сіз мүмкін тереңінен түсіндіруге ерінетін боласыздар. Дегенмен адамдарды өзіңіз сияқты адамның уақытын алып, онсыз да өзі бір ақша таппай жүрген ананы былай-былай жүгіртпеу үшін, енді алимент алатын адам, ол алиментке де жүгіріп жүр, АСП-ға да жүгіріп жүр. Түсініңіз оның жағдайын. Жоқ қағазды сұрамаңызшы, өтінемін. Ана ертегілерде болады ғой, қиындатып бір жаңа мыстан кемпір жігітті жоқ затты жердің астынан тауып келуге жібереді. Сіздер примерно осылай жасап отырсыздар. Алимент төлемейді деген справка берілмейді ешқашан. Ондай справка не существует. Бірде-бір жеке сот орындаушы оны бермейді. Окей, басынан бастап түсіндірейін, иә? Сіз АСП алу үшін сіздің табысыңызды тексереді. Табысыңызды отбасындағы адам санына бөледі. Сізге балаларыңызды әрбір адам санына шаққанда табысыңыз жеткіліксіз болса ғана сізге АСП төлейді. Атаулы әлеуметтік көмек. Енді сіз табысым жеткіліксіз деп есептедіңіз, жалғыз басты ана барып тапсырдыңыз акиматқа құжат. Сол жерде сұрайды: баланың әкесі қайда? Сіз айтуыңыз мүмкін: ажырасып кеттім, немесе біз бөлек тұрамыз. Алимент аласың ба? Жоқ, алимент төлемейді. Онда алимент төлемейді деген анықтама әкел. Ондай анықтаманы ешкім бермейді. Неліктен? Заң бойынша алиментті өндірумен кім айналысады? Жеке сот орындаушы, яғни частный судебный исполнитель. Алиментті неліктен жеке сот орындаушылар толық өндірмейді? Себебі жеке сот орындаушының қызметі өте төмен төленеді. Алимент өндіргені үшін жеке сот орындаушы борышкерден бір кварталда, яғни ол 3 айда 2778 теңге ғана алады. Барлығымызға белгілі, жеке сот орындаушылар алимент өндіру ісімен айналысқысы келмейді, себебі тиімсіз. Сен 3 айда 2778 теңге табу үшін алимент өндіресің ба? Өндірмейсің. Жеке сот орындаушылар да сондықтан осы іспен айналысқысы келмейді. Сондықтан көптеген жалғыз басты аналар алимент өндіре алмай жүр. Енді АСП алайын дейді, хотя бы алимент ала алмасам АСП алайын дейді. А бұл жерде айтады: сен алимент алмайды деген справка алып кел дейді. Ол жеке сот орындаушыға барады, жеке сот орындаушы ондай справка бермейді. Неліктен? Себебі бұл жеке сот орындаушының жұмысын толық істемегенін дәлелдейтін справка ғой. Мысалға, мен жеке сот орындаушымын. Мен алимент өндіргім келмейді, себебі 2778 теңге мен үшін рөл атқармайды. Окей, басқа маңызды істермен айналысып табыс табамын. А маған мына жерде айтады: сен алимент өндіре алмай жатырмын деген справка береді. Мен ондай справка беретін болсам, ертең мені лицензиямнан айыру мүмкін. Себебі алимент өндіру менің міндетім. Сондықтан түсініңіз, бірде-бір жеке сот орындаушы өзінің қызметін дұрыс атқармағаны туралы, алиментті өндірмеген туралы справка бермейді. Мұндай справка берілмегендіктен сіз ертең АСП-де алмауыңыз мүмкін. Егер де на крайний случай мен сізге айтайын, мұндай анықтама сұрамаңыздар АСП алатын әйелдер. Сіз жеке сот орындаушыдан мынадай қаулы сұраңыздар оның орнына. Борышкердің қарызы туралы қаулы бар. Постановление о размере задолженности должника деп аталады. Мысалға, сіз алиментті 9 ай бойы өндіре алмасаңыз, 9 ай бойы мынадай борышкердің мынанша қарызы бар деген қаулы береді. Осы қаулы сіздің 9 ай бойы алимент өндіре алмай жүргеніңізді растайды. Сіз қаулы сұрасаңыз, жеке сот орындаушы сізге ондай қаулы береді. Ал анықтама сұрасаңыз бермейді, себебі анықтама оның былайша айтқан кезде жұмысын әшкерелейтін құжат қой. Қаулы сұраңыз және АСП-ға сол қаулыны тапсырыңыз. Заң бойынша бұл қаулы сіздің алимент ала алмай жүргеніңізді, яғни ай сайын сізге белгілі бір көлемде, мысалға 25 мың, 50 мың алимент түсіп тұрмағанын, табысыңыздың жоқтығын растайтын құжат болып табылады. Анықтама емес, қаулы талап етіңіздер, қаулыны АСП алу үшін тапсырыңыздар.